Ертеде бір қара қарға ресторанға кірген екен. Кіре салысымен бұрышта отырған ақ қарғаны көріп, қалтасындағы ақшасын шығарып, даяшыға былай деп айқайлапты. Даяшы, мен осында отырғандардың барлығына тамақты өз шотымнан алып беремін. Тек анау ақ қарғадан басқасының бәріне, депті. Даяшы ақшаны алып, тамақ тарата бастапты. Ол қара қарғаның айтқанын бұлжытпай орындапты. Яғни ақ қарғадан басқасының бәріне тегін тамақ таратыпты. Соған қарамастан ақ қарғаның ешқандай да қара қарғаға деген реніші болмай, керісінше тек оған қарап рахмет деп айқайлапты. Оны естіген қара қарға одан сайын ашуы келіпті. Қара қарға тағы да қалтасынан ақша шығарып, даяшыға тағы да былай деп айқайлапты. Даяшы, бұл жолы осындағылардың барлығына ең қымбат шараптан менің атымнан тарат. Тек ақ қарғадан басқасының барлығына, түсінікті ме? Деп даяшыға ақшаны ұсыныпты. Даяшы ақшаны алып, барлық қонақтарға ақшасы төленген шараптан құйып беріпті. Тек ақ қарғадан басқасының барлығына шараптан берген екен. Ақ қарға тағы да рахмет деп айқайлапты. Сонда ашудан жарылардай болған қара қарға даяшыдан сұрапты. Бұл қарғаға не болған? Мен мұндағылардың бәріне ас пен шарапты өз атымнан алып беріп отырмын. Тек сол ақ қарғадан басқа. Ал ол болса, рахмет деп маған айқайлап отыр. Ол не ақыл есінен айрылғаннан сау ма? Депті. Сонда даяшы күлімдеп, жоқ, ол осы ресторанның бастығы, деген екен.